Әлемдегі барлық мемлекеттің өкілдері Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында қабылдаған тұрақты даму мақсаттары барша адамзаттың мұң-мұқтажын ескеріп, ортақ мақсат мұратқа жетуді көздейді. Осы мақсаттарға жету халықаралық деңгейде де, әр елдің өзінде де орасан зор қажырлы еңбекті қажет етеді. Әрине, басты жауапкершілік бірінші кезекте мемлекеттік билікте. Себебі тұрақты даму үшін әр азамат өзінің елінде өзі сайлаған биліктің оның құқығын қорғап, экономикада, мәдениетте, саясатта әділ бәсекелестікті қамтамасыз етіп, меншік құқығы мен заңның үстемдігін қамтамасыз етуін қалайды. Бұл тұрғыдан алғанда біздің елімізде жетістіктер аз емес. Дегенмен алда талай міндеттер тұр. Бірінші кезекте бұл әділ сот жүйесіне байланысты. Егер бізде сот әділ болмаса, онда халықтың мемлекеттік билікке сенімі қалыптаспайды. Сол себептен де соттарды іріктеуден бастап, әділ соттың процессуалдық негіздеріне дейін барлық деңгейде тиісті реформалар жүріп, біздің қоғам әділетті қоғам жолына табанды түсуі керек. Екіншіден, сөзсіз біз халықтың тікелей сайлайтын маслихаттары мен мәжілістерінің қадағалаушы, бақылаушы рөлін күшейтіп, биліктің үш тармағының тепе-теңдігін қамтамасыз етуіміз қажет. Бұл саяси реформаларды талап етеді. Өз кезегінде мемлекеттің тірегі азамат екенін осы 16-шы мақсат айқын ашып тұр. Ендеше жеке азаматтар да, қоғамдық ұйымдардағы біріккен азаматтар да өздерінің мақсаттарын айқындап алып, мемлекеттің көрмей тұрған жерін көрсетіп, қолы жетпей тұрған жеріне қол ұшын жалғап жіберіп, жаңа бастамалар мен жан-жақты тұрақты дамуға өз үлестерін қосса, сонда жалпы еліміздің тұрақты дамуы қамтамасыз етіледі. Ол үшін азаматтардың белсенділігі, қоғамдық ұйымдардың белсенділігі еркін жүзеге асырылу керек. Бұл тағы да өз кезегінде еркін жиналыс, еркін кездесулер, еркін саяси ұйымдардың құрылуын қамтамасыз етуді талап етеді. Түбегейлі келгенде бүкіл адамзаттың жинаған қаржысын, әр елдің өзінің қаржылық мүмкіндіктерін, ресурстарын басқарып отырған үкіметтер осы істің барлығын үйлестірсе, онда бүкіл адамзат та, біздің Қазақстан халқы да өзіміздің мақсат мұраттарымызға бір табан жақындап, тұрақты дамудың табанды жолына түсеміз.